қалай мен жарты миллион ақшаның басына су құйдым. Қазір барлығын айтып берем. Менің мына рекламамды көрген жандар болса, мен осы көктемде 8 мартқа орай Diorbox хит болып кеткеннен кейін өзімнің Burn Shop деген магазинімді ашып, сол жерде кәдімгідей Diorbox'тарын сатқан болатын. Байқағандарындай общагада отырып миллионер болуға тырыстым ғой, короче. Бизнестен білетінім 0 болғаннан кейін, вообще мақұрым болғаннан кейін бастапқыда менде вообще өтпеді бұл заттар. Сөйтіп қорқып жүрдім, еще общагада кәдімгідей күнде стримға кіріп, күнде анаяқта видео түсіру қиында болды. Сөйтіп жақсы поставщик таптым да, соның арқасында 50 мың теңге салып 10 есе қылып шығарып алған болатынмын, Құдайға шүкір, тфай-тфай. Енді қиындықтар менің финансово неграмотный болуымда болып тұр ғой. Қолыма ақша тигеннен кейін ол ақшаның барлығын жан-жаққа жібердім. Кстати, Даночкаға көп рахмет, менімен бартермен жұмыс жасап, кәдімгі күшті реклама жасап берген болатын. Заказдарды кәдімгідей осылай алып, өзім машинамен жеткізіп жүрдім, курьер болып. Сөйтіп, достар, минус 500 мың болған жайым бар. Пиндоштан неғылған пакетка көбейіп кетті деп ойлайсыңдар. Потому что сол ақша соңғырттым десің. Я, достар, менің қателігімді қайталамаңдар. Финансово неграмотность деген вообще ужас. Сондықтан қазір мен енді тфай-тфай оқып кішкене білім пайда болып жатыр. Ары қарай ниет бар, иншалла, осы Burn Shop'тың аты айтып тұрғандай жандырып жіберу бизнесті. Сондықтан менімен бірге болыңдар дегім келеді. Видеоны ұнаған болса лайк басып, жазылуды ұмытпаңдар. Всем пока.